Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Здравствуйте, ребята! Как ваши дела? Мы начинаем урок казахского языка. Балалар, бүгін біз сендермен асық деген тақырыпта сабақ өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы асық деп аталады. Асықтың не екенін білеміз бе? Қазақтың ұлттық ойындарының бірі асық ойыны. Бұл ойын ерте кезден бастап ойналады. Асық ойыны баланың жастайынан ой қабілетін шыңдап, дәлдікке, ептілікке, ширақтылыққа және ұстамдылық, алғырлыққа және бір-біріне деген сыйластыққа тәрбиелеген екен. Ал ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тапсырмаларымен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма: тыңда, қайтала. Мынау не? Бұл асық. Сенде неше асық бар? Менде 7 асық бар. Екінші тапсырма: суретке қара, сана. Ал балалар, әліппе дәптеріміздегі берілген суреттегі асықтарды бірге санайық. Бірінші суретте неше асық бар екен? 1, 2, 3, 4. Бірінші суретте 4 асық бар. Ал екінші суретте қанекей бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 асық бар екен. Үшінші суретке қарайық. 1, 2. 2 асық бар екен суретте. Қанекей санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 асық. Қанекей 5-ші суреттегі асықты санайық. 1, 2, 3. Соңғы суреттегі асықтың саны нешеу екен? 1, 2, 3, 4, 5. Өте жақсы. Үшінші тапсырма: тыңда, қайтала. Үлгі бойынша айт. Сенде неше асық бар? Менде 7 асық бар. Маған 2 асық берші. Міне, ал. Рахмет. Төртінші тапсырма: бастыр, сыз. Балалар, жарайсыңдар. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін маған жолдауды ұмытпаңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.